Сәлем достар, бүгінгі видеода ұйқы безі туралы айтамыз. Адамның ұйқы безі алмұрт тәрізді без. Ол іштің артқы жағында, асқазанның артында және төмен орналасқан. Бездің басы ең кең бөлігі болып табылады және 12 елішектің иілу аймағында жатады. Без тарылып жоғары қарай кеңейеді және көк бауыр жанында аяқталады. Ұйқы безі ұлпалардың екі түрінен тұрады: ас қорыту ферменттерін бөлетін экзокринді бөлік және гормон бөлетін эндокриндік бөлім. Эндокриндік және ас қорыту жүйесінде жұмыс істейтіндіктен оны аралас без деп атаймыз. Ұйқы безінің экзокринді бөлігі ас қорыту ферменттері мен бикарбонаттардан тұратын ұйқы безі сөлін бөледі. Бұл сұйықтық аш ішекке түседі және онда көмірсулар, ақуыздар мен липидтер одан әрі ыдырайды. Ұйқы безінде лангерганс аралшықтары деп аталатын жасушалардың 3 түрінен тұрады: екі негізгі альфа және бета және үшінші дельта. Қандағы глюкоза деңгейінің төмендеуіне жауап ретінде альфа жасушалары қандағы глюкоза деңгейін жоғарылататын глюкагон гормонын шығарады. Бета жасушалары айналымдағы глюкоза деңгейінің жоғарылауына жауап ретінде инсулин гормонын шығарады. Инсулин қант алмасуына жауап береді және қандағы қант деңгейін қалыпты ұстауға көмектеседі. Инсулиннің төмен секрециясы қандағы глюкозаның жиналуына әкелуі мүмкін және оны гипергликемиялық немесе метаболикалық бұзылыс қант диабеті деп атаймыз. Дельта жасушалары болса инсулин мен глюкагонның бөлінуімен әрекеттесетін соматостатинді шығарады. Ұйқы безі бірнеше лобулалардан, яғни бөлікшелерден тұрады. Олардың әрқайсысында ацинарлық жасушалар деп аталатын секреторлы жасушалардың кластерлері бар. Ацинарлы түтіктерден шығатын орталық түтіктер ұйқы безінің өзегіне ашылатын үлкенірек өзектерге біріктіріледі. Ол жалпы өт өзегіне қосылып енеді.